Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бөлкелердің әртүрлі таңдаулы, ең әдемі әрі оңай 15 түрлі пішінін жасап үйренетін боламыз. Менің каналымда көптеген қажетіңізге жарайтын сәтті рецепттер бар, сондықтан да жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бұл бөлкенің қамырының рецебі де каналымда бар, жоғарыда шыққан сілтеме бойынша өтіп көре аласыздар. Көтеріліп ашып дайын болып тұрған бөлкеміздің қамырын осындай кішкентай бөлшектерге көз мөлшермен бөліп аламыз. Енді алғашқы бөлкемізді жасап бастайық. Бұл бөлкеміз крендель деп аталады. Ең алдымен осылай видеода көрсетілгендей етіп шиыршықтап орап алып, қолымызбен ұзын формаға келтіреміз. Содан кейін екі жағынан ортасына қарай орап әкелеміз. Сонда біздің формамыз дайын болады. Екінші бөлкеміздің атауы ол спираль деп аталады, немесе ұлу деп те атауға болады. Оны да дәл жаңағыдай ұзын етіп орап аламыз. Сонан соң осылай ортасынан бастап шиыршықтап ұлу формасына келтіреміз. Бетіне қандай да бір сепені сепсек болады. Мен қантты септім. Келесі бөлкеміз өрім немесе косичка деп аталады. Ортасына қандай да бір кез келген салмамызды, сеппемізді салсақ болады. Варенье, джем деген секілді. Мен корица мен қантты қолдандым. Осылай ортасына сеуіп, екі жағынан осындай кесінділер жасап, өру арқылы формамызды дайындаймыз. Келесі формамыз рожок деп аталады. Осылай бөлкемізді қолымызбен немесе оқтаумен жайып алған соң, дөңгелек етіп шеттерін үшбұрыш формаға келтіріп, кесіп аламыз. Сонан соң екі жағынан осындай етіп ортасынан кесіп шығамыз. Ортасына кез келген қалаған салмамызды салып, екі жағын орап жауып тастаймыз. Келесі пішінді жасау үшін қамырды ойша 4 бөлікке бөліп, бір бөлігін ішінен осылай шетіне жеткізбей, бірнеше бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Бос жеріне қантымызды, қандай да бір сеппемізді сеуіп, шиыршықтап орап шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп. Келесі бөлкеміз тарақ немесе үлкен тістер деп аталады. Жасауы тіпті оп-оңай. Мен осылай корица мен қантты салдым. Сонан соң келесі бетін жауып, ешқандай да бетін баспастан пышақпен осылай тісшелер жасап шығамыз. Осымен біздің формамыз дайын. Бөлкеміздің келесі түрі үлкен бантик деп аталады. Өте әдемі бантик пайда болады бізде. Мұқият қараңыздар. Осылай қолымызбен жайып алған соң, дәл видеода көрсетілгендей етіп, 7 кесік салып шығамыз. Сонан соң бантигіміздің екі жағын жасаймыз. Астына 2 қамырды салып, үстіне ортасындағысын шығарып, екі жағын жасап аламыз, және де үстіндегісін осылай белінен айналдырамыз. Сонда бізде осындай бантик дайын болады. Келесі бөлкемізді жасау үшін қамырымызды сопақ етіп жаямыз. Ортасына сеппемізді сеуіп, пирожки секілді етіп түйеміз. Үстінен басып, екі бетін беттестіріп, екі жағына осылай жапырақ тәрізді етіп, пышақпен кесіп шығамыз. Бөлкеміздің келесі түрі көбелектен аумайды. Осылай ортасына салмасын салып, рулет тәрізді етіп орап, шеттерін жабыстырып шыққан соң, дөңгелетіп кішкене орап аламыз. Ортасынан ұстай отырып, екі шетін ортасына келтіреміз. Дәл видеодағыдай етіп кішкене басып жіберіп, теріс қарай аунатамыз. Сонан соң екі жағынан пышақпен кесіп, көбелектің қанаттарын жасаймыз.
Келесі бөлкеміздің түрін барлығыңыз білетін боларсыздар. Бұл плюшка, яғни кәдімгі классикалық тәтті бөлкелер. Осылай орап, алдыңғы видеодағыдай беттестіріп және бір кесінді жасаймыз. Сонда біздің жүрекшеміз дайын болады. Бөлкенің бұл түрінің атауын қошқар мүйіз деп өзім атадым, себебі қошқар мүйізге шынында ұқсайды және қазақша бір атау болсын деп шештім. Осылай дөңгелетіп жасап алғаннан соң ортасына жеткізбей екі жағын пышақпен кесіп шығамыз, екіге бөліп. Содан кейін әр тармағын ішке қарай немесе сыртқа қарай дөңгелетіп шығамыз. Жаңа жыл қарсаңында үйге іліп қоятын венок сияқты болып шығатын қатпарлы венок атты бөлкемізді жасайық. Осылай дөңгелетіп түйіп алғаннан соң бір шетін қалдырып, қалған шетін ортасынан екіге бөлеміз. Екі тармағын видеода көрсетілгендей етіп орап, айналдырып өріп шығамыз. Сонан соң бұл өрімнің өзін манаға спираль немесе ұлу деп көрсеткенде етіп тағы да орап шығамыз. Осындай әдемі форма дайын болады. Бұл менің ең сүйікті түйу әдісім деп айтуға болады. Өзіме қатты ұнайды. Келесі әдіс сақина деп аталады. Осылай рулет тәрізді етіп орап әкеліп, түйіп, пышақпен осылай тісшелер жасап шығамыз және дөңгелетіп әкеліп сақина тәрізді етіп орап аламыз. Дайын. Бөлкеміздің келесі түрі вертушка деп аталады. Осылай қамырымызды жайып алып, ортасына кез келген сеппемізді сеуіп, шетіне жеткізбей ортасынан бірнеше сызықтар сызып шығамыз, кесіп шығамыз, яғни және де шетінен қиғашынан осылай рулет тәрізді етіп орап аламыз. Сонан соң тағы да спираль етіп ораймыз. Соңғы бөлкеміз орамжапырақ деп аталады. Дәл солай рулет етіп орап, сопақ пішінге келтіріп алған соң, ортасынан екі шетіне жеткізбей, бөлкемізді екіге бөліп, екі шетін ортасына қарай кіргізіп шығамыз және екеуін жабыстырамыз айналдыра отырып. Мінекей біздің бөлкелеріміздің барлығы дайын, өте әдемі болып шықты. Кез келген түрін қолдана берсеңіздер болады. Қай түр ұнағанын пікірлерде жазып кетіңіздер. Даусым үшін кешірім сұраймын, сәл тұмауратып қалған болатын, ауырмаңыздар. Достар, егер де менің каналым сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Баршаңызға сәттілік, ас болсын.